Ауылдың шетіндегі үлкен ақ үйде Қайрат аға тұратын. 55-те, әлі де денесі мықты, көзі өткір, дауысы әмірлі ер адам. Ұлы Ерлан қалалық қызға үйленді. Келіні Аружан 26-да. Нәзік, биік бойлы, қара шашы ұзын, көздері үлкен, әдемі әйел еді. Алғашқы күндері Аружан үйдің ісіне үйреніп, қайнатасына құрмет көрсетіп жүрді. Қайрат аға оған балам деп еркелетіп, кейде көз қарасы ұзағырақ тоқтап қалатын. Аружан байқамайтындай болып, бірақ іштей бір жылулық сезініп қоятын. Жалғыздықтың жылуы Ерлан жұмысына байланысты жиі қалаға кетіп қалатын. Үйде Қайрат аға мен Аружан ғана қала беретін. Бір күні ауа райы бұзылып, жауын соқты. Қайрат аға сарайдан шыққанда суға малынған. Аружан оны тез жылы суға түсіріп, арқасын уқалап берді. Қайрат аға суық тиіп қалмасын деді жұмсақ дауыспен. Қайрат ағаның денесі қатты болатын. Аружанның жұмсақ саусақтары оның терісінен өтіп бара жатқандай сезілді. Сол түні Қайрат аға ұйқысы келмей, Аружанның бөлмесінің есігінен бірнеше рет өтті. Бір аптадан кейін Аружан бақшада жұмыс істеп жүріп, белін шойып алды. Қайрат аға оны көтеріп үйге алып келді. Жатқан жеріне апарып май жақты. Қатты ауырып тұрма балам, деп сұрады ол. Дауысы қалыңдау шығып. Аружанның көздері жұмылып, еріксіз, ыңғайсыз дауыс шығарды. Қайрат ағаның қолдары белден төмен түсіп, басқа жағын ұстай бастады. Екеуі де үндемеді. Бірақ ауада бір құпиялық пайда болды. Сол күннен бастап Аружан қайнатасының көзіне басқаша қарайтын болды. Ерлан тағы да 3 күнге кетті. Кешке Қайрат аға Аружанға бірге отырайық деді. Дастархан басында жаман судан ішіп әңгіме айтты. Қайрат аға өзінің жастай жесір қалғанын, ұзақ жылдар бойы жалғыздықта жүргенін айтты. Аружан да өзінің Ерланмен қарым-қатынасының салқын екенін сезінетінін жасырмады. Қолдары кездейсоқ жанасып, саусақтары бір-біріне тоқтады. Қайрат аға Аружанның қолын алып, алақанынан сүйді. Аружанның денесі қалтырап кетті, бірақ тартып алмады. Сол түні Аружанның бөлмесіне Қайрат аға кірді. Есікті жауып оны құшақтады. Алғашқы өбісі ұзақ әрі құмар болды. Аружан қарсылық көрсетпеді. Керісінше оның кеудесіне басып, ыстық демін сезінді. Қайрат ағаның тәжірибелі қолдары Аружанның үстіндегісін шешіп денесін ұстады. Ол келіннің жатын орнына апарып, әрбір жерінен сүйді. Аружанның дауысы түннің тыныштығын бұзды. Екеуі бір-біріне еніп, ұзақ уақыт өзара бірге болды. Қайрат аға оны өзінің әйелі сияқты иемденді. Күндер өте бастады. Екеуі құпия кездесулерін жалғастырды. Кейде сарайда, кейде монша, кейде түн ортасында. Аружан Ерланға деген кінәсін сезінді. Бірақ қайнатасының құшағындағы ыстықтықтан бас тарта алмады. Бірде Ерлан ерте келуге мәжбүр болды. Қайрат аға мен Аружан әрең үлгерді. Бұл оқиға олардың құмарлығын одан әрі күшейтті. Қауіп неғұрлым болса, ләззат соғұрлым терең болатын. Уақыт өте келе Ерланның жұмысы одан әрі көбейді. Үйде Қайрат аға мен Аружан толықтай иемденді. Олар енді жасырынбай, мүмкіндік болған кезде бір-біріне толықтай берілді. Аружан қайнатасының құшағында өзін шынайы әйел ретінде сезінді. Қайрат аға да ұзақ жылдардағы жалғыздықтан құтылды. Олардың жақындығы отбасының құпиясы болып қалды. Бірақ ол екеуінің өмірін толықтырды. Кейде түнде Аружан Қайрат ағаның құлағына сыбырлайтын: "Сіз менің шынайы ерім болдыңыз." Осылайша ауылдың шетіндегі ақ үйде екі жанның терең жақындығы жалғаса берді.